Ағаштар жайқалып тұр, өзен ағып жатыр, жануарлар ойнап жүр. Неткен тамаша орман, тылсымда ұрпақтарымызбен бірге өмір сүріп келеміз. Я, Аю аға, бұл орман біздің үйіміз. Мұнда бәрі бір-бірімен дос. Өзенім де таза, балықтарым да еркін жүзеді. Табиғаттың осылай гүлденгені қандай керемет. Адамдар орманға кіріп, ағаштарды кесіп, өзенге қоқыс тастайды. Ойбай-ай, мен бұтақтарымды сындырып жатыр, көмектесіңдер. Бұл не сұмдық, неге сендер бізді қиратып жатсыңдар? Адамдар, тоқтаңдар, сендер табиғатты жойып жатсыңдар. Бізге үй салу керек, отын керек, орманда ағаш көп қой. Ал менің суым ластанып барады, балықтар қырылып жатыр. Жануарлар адамдарға жалынады. Тоқтаңдар. Егер сендер осылай жалғастыра берсеңдер, бұл орман жойылып кетеді. Ағаштарды сендер де өмір сүре алмайсыңдар. Олар таза ауа береді ғой. Лас судан сендер де зардап шегесіңдер. Бізді ғана емес, өздеріңді де ойлаңдар. Адамдар ойланып қалады. Біз мұның мүлдем ойламаппыз. Не істей аламыз? Ағаштарды кесуді тоқтатып, жанасын отырғызыңдар. Қоқыс тастамай қайта өңдеуді үйреніңдер. Өзендер мен көлдерді таза ұстаңдар, сонда табиғат қайта гүлденеді. Адамдар қателіктерін түсініп, орманды қалпына келтіреді. Біз қателестік, енді орманымызды қорғаймыз. Келіңдер, бірге ағаш отырғызайық. Барлығы бірге жаңа ағаштар отырғызып, қоқысты тазартады. Табиғат қайта жанданады. Рахмет сендерге, табиғатты бірге қорғайық. Жер ортақ үйіміз, оны сақтайық. Табиғатты аяла, болашақты жарқын ет.